Всем ассаламу-алейкум, қалайсыздар? Өткенде маған ютубта бір жігіт жазған еді, вот қуаныш, риск менеджмент жайлы білмеймін. Сол жайында видео салшы. Яғни пропта бірінші фазадан қалай өтеміз, екінші фазадан қалай өтеміз, и лайф аккаунтта қалай торговля-жасаймыз. Өзіңнің риск менеджмент моделіңмен бөлісші деген. Вот. Бүгін сол бойынша менде индивидуальный ученикпен созвон болды. Вот сол созвонда мен бәрін түсіндірдім. Яғни бірінші фазадан қалай өтеміз, екінші фазадан қалай өтеміз, лайф аккаунтта қалай торговля жасаймыз. И в целом риск менеджмент модель мен өзімдікім полностью оған айттым, и сіздерде ол информацияны тегін аласыздар. Так что максимально пайдалы информация болды деп ойлаймын. И бұл видеодан кейін сіздерде өзіміздің қолымызда бар капиталды қалай басқарамыз деген сұрақ болмайды деп ойлаймын. Максимально полезный видео болды. Берекелі білім болсын. Все, запись қосып қойдым. Қара брат, бүгінгі сабақ бізде риск менеджмент. То есть в основном енді біз проб и личный депозит торговать етеміз ғой. Сен уже бәрін білесің. То есть цельді қалай анықтайсың, қай ликвидность көздейсің, структура бәрін білесің. Мысалы бар ғой, сессиямен қалай жұмыс істеу керек білесің, имбаланспен қалай жұмыс істеу керек, сен бәрін білесің уже. Саған қалғаны енді трейдингте это только риск менеджмент. Риск менеджмент. Немесе бізде айтады оны RM деп. Яғни RM. Вот так. А в целом риск менеджмент деген не? Трейдингте сенде, брат, всегда қол астыңда капитал болады. То есть сен ақшаның үстіне ақша жасайсың да, по факту. Ақшаның үстінен ақша табасың. И осы риск менеджмент сен капиталыңнан айырылудан сақтайтын, можно сказать, инструмент десек болады. Яғни сен максимальный риск менеджментіңге качественно қарасаң, сол тур дәл солай сенің торговляң максимально качественный болады. Еще, брат, сейчас мен полностью түсіндіріп алайын, я? Потом, если что, сұрақтарың болса, соңынан қоясың. Потому что мен записьті ютубқа да салам да, бір адамдар сұраған еді. И в целом осы риск менеджментте қалай біз проптан өтеміз, оны қалай пайдаланамыз, вот осы жайлы айтылатын болды, окей? Вот. Ең алдымен риск менеджмент деген не? Жаңа айтып өттім, риск менеджмент деген біздің капиталдан айырылып қалмау мақсатында өзіміздің қолымызда бар ақшаны басқарудың амалы, яғни инструмент десек те болады. И трейдингте көпшілік түсінбейді, главный инструмент ол риск менеджмент. Потому что да, сен графикте керемет оқи аласың графикті, да, сен керемет точка входа таба аласың, бірақ сенде риск менеджмент дұрыс болмаса, то сен ұзаққа бара алмайсың да трейдингте. Да, сенің бір рет жолың болады, екі рет жолың болады, үш рет жолың болады, төрт рет жолың болады. Но итог екі стоп қатарына ұстайсың, уже депозиттің тең жартысы жоқ деген сөзді мысалы. Сол үшін риск менеджментке сен өте қатал болу керексің. Өзіңе именно осы вопросқа келгенде өте қатал болу керексің сен. Вот так. Яғни риск менеджмент кезінде элементарно. Мен айтқым келетін бір правилалар бар. Максимальный риск на сделку это 1%. Максимальный риск на сделку 1%. Осыны есіңе сақтап ал. Бұл проб счетта. Яғни проб. Проб счетта сен максимальный риск на сделку 1%. Вот. Ал личный депо. Личный депозит. Рискті сен 5%. 5%-10% дейін көбейте аласың. Өзіңнің қалауыңа қарай. Мен мысалы личный депозитті, когда личный депозит кішкентай кезде 10% мен сауда жасаймын мен. А когда уже счет үлкен кезде мен 3-5% пен торговля істеймін. Потому что личный депозитте менде проптағы сияқты ограничение жоқ. Но пробқа строго 1%. Бұл железобетонное правило. Еще проптың правиласы бар, ол біз новостида торговля істемейміз. В новостях не торгуем. Вот. В новостях не торгуем. Келесі риск менеджменттің правиласы проб счетта бір активте екі немесе одан көп сделка ашпаймыз. Көп сделка ашпаймыз. Бұл железобетонное правило, потому что сен добор жасау мүмкін, а сені как робот сияқты воспринять етіп қалу мүмкін.
Ал енді риск менеджментқа келгенде строго осыған мән берсең болды. 1% риск на любой проб, на любой аккаунт. Хоть 100к аккаунт болса да, хоть 5к аккаунт болса да. Лишний депозит 5-10%. Мысалы, маған 10% рисковать ету кіші лишний депозитте нормально, да? Мысалы, мен лишний депозитке 200% таптым, публичный лишний депозитке, яғни елдің бәріне көрсетіп жүргеніме, оны мен 10% рискпен таптым, яғни 20 R ұстадым деген сөз. Вот. Ал пробқа келгенде, в основном көп новичоктар пробтан бастайды, строго 1% риск. Осыны ұмытпаймыз. Одан кейін пробтың железобетонный екінші правиласы новости торговля жасамаймыз. Ал үшінші правиласы бір активте екі немесе одан көп сделка ашпаймыз. Яғни бір-ақ сделка. Вот осыны ұмытпайық. Енді пробтың целым мен өзім пайдаланған кезінде екі модель бар. Яғни пробтан өтудің пайдалану. То есть бірінші модель ол келесідей қалыптасады. Бізде проб счеттың бірінші фазасының целі ол 8%. Яғни бірінші фазада біз 8% жасау керекпіз, екінші фазада біз по факту 5% жасау керекпіз. Вот так. Яғни енді біз не біліп тұрмыз? Уже бізде 8% цель бар, 5% цель бар. 5% цельге бару үшін біз алдымен 8% жасап алу керекпіз. 8%-ті сен келесі модельмен жасай аласың. Яғни риск менеджменттің моделі. Мен оны MMXM деген трейдерден үйренгенмін. И в целом соның торговый стилін мен өзіме копировать етіп алғанмын. Оның логикасы келесідей. Строго торговляға әр сделкаға 1% риск. Если аккаунтта минус 5% болатын болса, то рискті азайтамыз 0,05-ке. 0,5%-ке рискті азайтамыз. Одан кейін уже аккаунт без убытыққа шыққан кезде біз дальше рискті 1%-ке қайтадан көбейтеміз. Бұл если аккаунт минусқа кеткен жағдайда. Вот так. Екінші вариант. Когда аккаунт, если бізде, например, без убытықта біз әлі сделка ашпадық, бірінші сделкаға бізде 1% риск, одан кейін барып минимальный RR 1 к 3, минимальный R 1 к 3, вот, минимальный R 1 к 3, получается, если бізде тейк болатын болса, 3% плюс болады, яғни плюс 3%. Если минус болатын болса, получается бізде минус 1%. Вот. Яғни минус 5%-ке дейін біз 1% рискті ұстай береміз. Даже если біз 3 сделка қатарынан кететін болсақ, бір сделка 1 түрін біз автоматтан без убытық қалып келеді. Вот так. Одан кейін, например, бірінші сделка бізде тейк болып жабылды деп есептейміз. Яғни 1% рискпен сен 1 түрін ұстадың. Вот так, мына копировать етейік. 1% рискпен 1 түрін ұстадың. Получается, сенде уже автоматом плюс 3% депозиту. Ой-ма. Сенде автоматом плюс 3% депозиту. Екінші сделканы, уже бізде 3% плюс бар ғой. Біз 3% рискпен, 2% рискпен, немесе 3% рискпен 1 к 3, тот же самый. 1 к 3, немесе 1 к 2 ұстай аламыз. Яғни 1 к 3 ұстаған кезде бізде 2% риск, 1 к 3 болса, бізде автоматом плюс 6% болады. Итог 3% плюс, 6% плюс, бізде уже 9%, біз бірінші фазаны орындадық деп есептейміз. Немесе 3% рискті полностью саламыз, яғни біз уже плюс 3% жасап қойдық қой. Даже если біз стопқа кетсек те, біз изначально 3% тауып қойғанбыз, из-за этого біздің аккаунт без убытықта болады. Ол особо бір қорқынышты дүние емес. Вот. Когда сен бірінші күні, например, плюс 3% таптың, и дәл сол күні сен сделка ашқан кезде, сенің daily лоссың уже 5% емес, 8% болады. Вот. Яғни сен оп-оңай 3% рисковать ете аласың. Ал когда сен 1 к 2 3% рисковать етесің, сен автоматом, яғни плюс 6% жасайсың. Вот. Итог бізде, конечно же, 9%. 9%. Вот, бірінші фазаны осылай жабасың. Екінші фазаны сен тура соны қайталайсың, яғни бірінші сделка сенде 1% болады. 1%. Обязательно риск 1%. И сен келесіде істей аласың. Бірінші сделканы аша аласың.
1% рискпен 2-де 5 РР-ға. Вот так. Сол кезде сенде болады 2,5%. Келесі сделканы автоматом 2,5% пен 1-ді ұмыстайсың. Нет. 1,5. Получается, сенде уже мына жақта как минимум бір $3,500 шығады. Сол кезде 2,500, 3,500 автоматом сенде уже 5% қолыңда. Плюс 3,5% деп жаза салайық. Плюс 3,5%. Вот. Итог плюс 6%. Вот осылай. Бірінші фазаны в основном мен осылай етем, екінші фазаны то же самое основном осылай етем. Тура сол логика. Если минус 5% біз жасайтын болсақ, автоматом біз рискті минус 5% кеткенше 1%-те ұстаймыз. Если біз минус 5% аккаунтта түсіп кететін болсақ, біз рискті 0,5-ке азайтамыз и автоматом аккаунт без убытыққа шыққанша вообще риск көбейтпейміз. Стабильный RM система менде осындай. Одан кейін элементарная статистика. Если сен қатарынан 1% рискпен қатарына минус 10 сделка жасайтын болсаң, уже понятное дело, что сенде торговля говно екені. Яғни сенде торговая система жоқ, сен торговляға дайын емессің. Яғни минус 10% деген ол қатарынан минус 10 сделка 1% пен деген сөз. Даже если бар ғой, сен рискіңді 0,5-ке азайтып тастасаң да, 0,5-ке азайтып тастасаң да, получается, қатарынан, яғни 0,5 рискпен қатарынан 20 сделка жасау деген, честно сказать, даже новичоктың өзі ондай жасайды деген мен күмәнім бар. Честно күмәнім бар. Потому что 20 сделка кетудің, минусқа кетудің өзі өнерді. Сондықтан, егер сіз кез келген адам сделка ашқан кезде қорқатын болса, рискті азайтыңыз. Болды. Главный проблема осы. И осы рискті басқару арқылы сіздер максимально торговляны ұзақ уақытқа апара аласыздар. Яғни өзіңіздің торговый счетты ұзақ уақыт ұстай аласыздар. Ал сіз графикте, трейдингте, яғни ұзақ уақыт жүрген сайын сізде опыт арта береді и, конечно же, торговля жақсарады. Главное, сіздердің білімдеріңіз дұрыс болса болды. Вот так. В целом осы, риск менеджмент деген осы. И трейдингте бұл графиктен қарағанда өте маңызды не. Даже тиынды аспанға лақтырып торговля істеп, яғни тиынның оң жағы түссе, например, лонг ашам, сол жағы түссе шорт ашам деген сияқты қылып, грамотный риск менеджмент ұстау арқылы соның өзімен ақша табуға болады. Мысалы, мен олай ақша табатын адамдарды білемін. Конечно, тиын лақтырып емес, бірақ тот же самый теханализмен сауда жасайтын. Но риск менеджментке мықты, өзінің RM системасы мықты. Вот так. Ал насчет пробқа келген кезде мен осылай өтем. 8%, 5%, элементарно. 2,5 РР. Вот так осылай істей салам. Өте оңай не? И в целом риск менеджмент егер сақтасаңыз, даже если 1% рискпен қайталап айтам, минус 10 сделка жасайтын болсаңыз, это уже понятное дело, что сізде торговля говно и оқу керек болды, басқа оның шешімі жоқ. Ал егер 0,5 рискпен 20 сделка минусқа кетсеңіз, понятное дело, что дальше торговать етіп смысла нету. Вот и все. В целом, проптан осындай схема бойынша өтуге болады. Сонымен брат, сұрағың бар ма? Любой неге ма? $5,000 болсын, $10,000 счет болсын, Да. 8%-та бәріне. Да, брат. $5,000, $10,000 счет болсын, любой счетқа сен осы схеманы пайдаланасың. Желательно, конечно, например, я бы не советовал 5,000 счетта торговать етуді. Слишком аз, сен серьезно қабылдамайсың. Желательно, например, қалтаң ауыр болса да, мысалы, сен енді алатын шығарсың, мысалы, 50,000-дық, 100,000-дық счет жам. Ал басқа адам, мысалы, оны алмауы мүмкін да. Но егер осы видеоны көрген жас адам болса да, желательно минимум $10,000 счет
одан артық болса 25 мыңдық счет, например, тот же самый пипс өте арзан ғой, 100 мыңға жетпейді. 25 мыңдық счетпен осы системамен торговать етсе, өзіне стабильно, удобно болады да. Вот так. Еще вопросы есть, брат? Керін түсіндіріп жүрді аналарды бар ғой. Қайтадан. Түсінбедің ба? Мысалға менде $5000 счетта. Сонда оған бірінші фаза. Хорошо, давай $5000 разбор жасайық. $5000. Минусқа кеткенде қандай болады, плюсқа кеткенде қандай? $5000 давай разбор жасайық, хорошо. $5000 бізде. Вот. Сенде бірінші фаза 8%, ол сенде тең $400. Солай ғой? $400. Екінші фаза сенде 5%, ол сенде тең $250. Вот. Если сен $5000-лықта 5% минусқа кетсең, яғни минус $250 жасасаң, до этого минус $250-ға дейін аккаунтты бастаған кезде сен рискің автоматтан 1% болып тұрады. Сен 1%-тен асырмайсың, яғни тең $50. Сенің бір сделкаға салатын рискің ол $50, яғни 1%. Если сен минус $250 жасайтын болсаң, то сен рискті азайтасың 0,5%-ке. Яғни $25-ға сен рискті азайтасың. Түсіндің ғой? И дальше уже осылай торговля істейсің $5000-ға дейін аккаунт қайтып келгенше. Вот. Одан кейін барып, например, представим, сен ешқандай минусқа кеткен жоқсың, и сенде қолыңда $5000 аккаунт бар. $400, яғни 8% табу үшін, яғни сол фаза челлендждің целін орындау үшін сен не істейсің? Бірінші сделканы 1 триллион ашасың. Яғни 1% риск, 1 триллион, получается сенде плюс $150 болады бірінші сделкаң. Плюспен жабылды деп есептейік, яғни 3%. Екінші сделканы сен не істейсің? Екінші сделканы сен либо 3% рискпен, например, бүгін мысалы плюс $150 жасап тастадың, сол күні сделка аша аласың. Ертесі күні уж точно аша алмайсың. Потому что ертесі күні уже бізде daily loss обновление болады. Вот сол кезде сен уже ашпау керексің 3%. Сен ол кезде 1%, 1,5%-пен ашсаң болады. Но уж точно 3% емес. Потому что саған аккаунт бермей қоюы мүмкін. Например, бүгін 3% плюс жасадың ба, желательно бүгін аккаунтты добить етіп тастаған жақсы, когда сенде daily loss үлкен болады. Потому что қара есептеп берейін. Сенде изначально $5000 аккаунт кезде сенің daily loss'ың 5%. Яғни ол сенде тең $250. Мысалы, сен осы $250 плюс $150 жасап тастадың. Получается, сенің daily loss'ың тең $400. Сен қорықпай осы $150 рисковать ете аласың. Например, $150 мен 1 триллион ұстадың сен. Вот так. Либо 1,2. 1,2 ұстадың, уже сенің қолыңда $300 плюс бар. Вот так. Яғни плюс $300. Изначально сенің тапқан $150 бар, плюс $300, сен получается уже 9% жасап тастадың. 9% жасап тастадың. 9% тең $450. Вот. Ал екінші фаза тот же самый. Риск тот же самый, эррор тот же самый, но мына жақта сен былай ете аласың. 1% пен 1,2 ұстадың. Например, 1,2 либо 1,2,5, получается 2,5% плюс жасадың. Это у нас считается $125. И дальше 2,5% пен сен 1,1 ұстасаң да болады, мысалы. 1,1 ұстасаң, даже 1,5 демеген күннің өзінде, қара, 1,1 ұстасаң сен. 1,1 ұстасаң, сенде мына жерде 2,5% плюс болады. Яғни, эррор сенде 1,1, 2,5% плюс, мына жақта 2,5, мына жақта 2,5, итог сенде автоматом 5% шығып тұр. Вот так. Бірінші фазан сен осылай жабасың, екінші фазан дәл осылай жабасың. Яғни, тот же самый екінші фазада сенде 5000 аккаунт. 5000 аккаунт. Сенің целің 5%. 5%-ке жету үшін сенде бірінші сделка
1% рискпен 1% тең, то есть 1, 2,5 РР, 2,5 РР-ға ұстайсың. Итог плюс 2,5%. Вот. Екінші сделканы 1 к 1 ұстасаң да болады. Ол сенде тең плюс 2,5%. Итог плюс 5%. Сен селіңді орындадың. Бірінші фазаны сен осылай жабасың, екінші фазаны сен осылай жабасың. Түсіндің ғой, брат? Получается, сен 1 сделка, 2 сделка, 3 сделка, 4 сделкамен фаза өтіп кеттің ғой. 2 фазаны өтіп кеттің. Түсінікті болды ма? Одан кейін андай да, брат, бұл $5,000 аккаунт. $5,000 аккаунт, хоть $10,000, хоть $25,000 аккаунт. Бүткіл осы видеоны көретін адамдарға совет. Ол аккаунтты қадауға қорқып керек емес. Вообще керек емес. Потому что даже если сендер ол аккаунтты қадап тастасаңдар, это только опыт. Одан қорқып керек емес. Например, хорошо, адам алды мысалы, 25,000 неше екенін бағасын ұмытып қалдым мен. 25,000. Хорошо, $10,000 аккаунт алайықшы. $10,000 аккаунтта, $10,000 аккаунт бізде тең, ол $66 ғана. Теңгемен плюс-минус 35,000 теңге ма, сондай болады. 35,000 теңге хорошо сен қадап тастадың. Аккаунтты қадап тастадың да. Навсегда сен уже аккаунт аламайсың деген сөз емес қой. Да, минусқа кеткен, это, конечно же, жаман чувство алып келеді. Бірақ сендер оқып жатсыңдар, сендер опыт жинап жатсыңдар. Это нормально. Мысалы, тот же самый, любой бір колледжді алайық, университетті алайық, кез келген мамандыққа 4 жыл оқытады. Ал 4 жылда, понятное дело, трейдингте біраз дүние істеп тастауға болады да. Сондықтан минусқа кетіп қорқып керек емес. Одан кейін, например, сделка аштыңдар ма? Сделка аштыңдар, мысалы, один төрем дедім ғой жаңа. Один төрем сделка ашқан кезде, мысалы, баға осылайна келе жатыр, мысалы, бізде слом болды, как положено, дальше баға осылайна келе жатыр. Осы жақта осылай тұрып қалған кезде, ойбай деп қорқып сделканы жауып тастауға болмайды. Даже если сделка стоппен кетсе де, қорқып сделканы жапқан намного сендерге психологический зиян, чем до конца отырғаннан қарағанда да. Например, стоп болды. Окей, қандай қателік мен жібердім? Менің қателігім, например, более үлкен структураны мен қарамай қап, более ХТФ-ті қарамап, мән бермеппін. Из-за этого, например, мен минусқа кеттім. Хорошо, без проблем. Аласыңдар да, өздерің қателіктеріңді түсінесіңдер, болды. Вот. Просто разбор позиции болды. Түсініңдер ғой? Түсіндің ғой, брат, я? Саған да бұл алтын сырға. Яғни, позицияны жетпей тұрып, жауып тастау ол гиблое дело. Одан кейін сделка ашқан кезде де қорқып керек емес. Қайталап айтамын, сендер әлі студентсіңдер, яғни там оқып жатсыңдар, сендер учениксіңдер. Сделка ашуға қорқып керек емес. Наоборот, көп сделка ашыңдар. Кейбір адам, оказывается, даже демо-счетты сделка ашуға қорқады екен, минусқа кетіп қалам деп. Ондай адам да бар екен. Вот. Так что ең алдымен сапалы білім. Вот, мысалы, живой отзыв. Брат, бір отзыв беріп кет, мен звук көбейтейін. В целом, обучениеға сенің көңілің толып жатыр ма? Бұл, если что, индивидуально обучениеға адам. Өте қатты көңілім толып жатыр. В целом, қандай болып келдің, қазір қандайсың? Почти. Соны айтсаң. Тек свеча дегенде, тело дегенде соларды білетін болдым, оған дейін ликвидность дегендерді білмейтін болдым. Біраз нәрсе үйрендім, шамалы уақыттың ішінде болды. Вот, мысалы, қара енді, брат. Сен қазір, мысалы, графиктен біраз дүние білесің. Енді сен риск менеджмент түзеп жатырмыз, алдағы уақытта торговая система құрамыз саған. Вот, осы ғана қалды да, мысалы, енді. И дальше сен уже, мысалы, пропыңды смело торговать ете аласың. Вот, сен уже графикті жақсы түсіне аламын деп айта аласың ба? Сен обучение келген 2 ай болмады әлі, я? Қателеспесем. Я айта аламын. Қарап. Құдай бұйыртса. Бәрін оқи аламын уже. Басында ондай логикасын білмейтін болдым да, неге көтеріліп, неге түседі баға. Білмейтін болдық сол нәрседен. Оның бәрін қазір уже. Неге жоғары кетіп жатыр, неге төмен кетіп жатыр баға, соның бәрін үйреніп алдық. Құдай бұйыртса, алдағы уақытта сенен выплата күтеміз. Оның да бір күні алыс емес, если что. Вот. Так что для всех алтын сырға сделка ашуға қорқып керек емес. Сделка ашуға қорқып керек емес. Сделканы ерте жауып тастап керек емес. Адам сделканы ерте жауып тастайды, когда өзіне сенімсіз болады. Вот и все.
адам өзіне сенімсіз кезде ғана сделканы ерте жауып тастайды. Ал насчет RM системаға келетін болсақ, RM система менде в целом осындай. Маған ютубтан сұраған адамдар болды, вот Қуаныш RM система жайлы айтсаң болатын еді. Яғни проптан қалай өтеміз, в целом ақшаны қалай есептейміз. Вот и все. Қараңдар. Элементарный правило. Өте элементарный правило. Аптасына 1/3 бір сделка ғана ұстаңдаршы. Яғни бір тиық қана 1/3 1% рискпен. Итог бізде шығады плюс 3%. Аптасына бір-ақ сделка. 4 аптада бізде ол болады 12%. $10,000 банальный аккаунт. $10,000 өзімен сендер 12% жасап айына бір рет выплат алатын болсаңдар, ол бізде получается $1,200 болады. $1,200 деген как минимум бізде қазіргі уақытта 600 мың үсті уж точно. 600к деп қояйын. Қазақстанда мысалы мынау орташа жалақы. Вот так. 600 мың теңге, 10-ақ мың аккаунт. Ал если мына жаққа 100 мыңдық аккаунт бүйтіп бір цифра қойсақ, даң еткізсек, мынауды даң ете қалады, мынауды как минимум 6 миллион теңге болып кетеді да. К дегенді өшіреміз. Ол кезде уже былайынан жазамыз да. 6 миллион деп. Вот так. Вот и все. Элементарное правило. 1% рисктен асырмаймыз. 1/3 бір аптаға жетеді. 4 аптада 12%. Хорошо, 12 демекші, 10% дейші. 10%, 12-ке жетпей қалдық. Мынанды нольға ауыстырамыз. $10,000, 5 миллион теңге кімге артық етеді? Кім мысалы Қазақстанда қазіргі уақытта олай тауып жатыр? Ешкім тауып жатқан жоқ. Вот так. Ал енді бұл бізде бір-ақ аккаунттың логикасы. Бір аккаунт қана. Бір-ақ дал 100 мыңдық аккаунтты торговать етіп жатсыңдар. Ал сендерде ровно осының екіншісі болсашы. Тура осы аккаунттың екіншісі болсашы сіздерде. Яғни бір пропта бір аккаунт алдыңыздар, екінші пропта екінші аккаунт. Итог не болады? Автоматом бізде мына жақта 5 миллион теңге, түзеп қояйын. Мына жақта 5 миллион, мына жақта тоже самое 5 миллион. 200к фандед. 10 миллион теңге айына $20,000. Вот так. Так что сделка ашуға қорқып керек емес. Все, брат, түсіндің ғой? Саған да бұл үлкен сабақ болсын. Хорошо? Одан кейін саған желательно 5к емес, бір 10к ма, 25к ма, если возможность болса, сондай ал. 5к да енді практиковать етпе демеймін, но все-таки 5к слишком кішкентай, брат. Окей? Болды. Хорошо. Все, в таком случае созвон аяқтаймыз ба? Басқа сұрақтарың жоқ па? Болды, пока жоқ. Солай қоямын ғой. Хорошо, если что, чатқа жазасың ғой. Аха, жақсы, давай. Все,